Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар, қалайсыздар? 24-ші сұрақ ұбт тест талдау география 2-ші нұсқа. Бұған дейін каналымызда Қазақстан тарихынан, дүниежүзі тарихынан және географиядан бірінші нұсқалар талдаған болатынбыз. Аллаға шүкір, екінші нұсқамыздың да аяқ жағын тақап қалдық. 24-ші сұрақ Сарыарқа тау жүйесіне жатады. Шыңғыстау, Біршоғыр, Қаратау, Қызыларай, Қарқаралы, Қалба жотасы, Үлкен Боқтыбай шыны, Торғай үстірті деген секілді жауаптар тұр екен, иә. Енді мен сіздерге жалпы былай ұбт-та қалай тапсыруға болады деген секілді логикалық сұрақтың жауабын таныстыруға шештім. Яғни мен осы уақытқа дейін жасалып жатқан дүние, яғни жауапты сызып тастап отыру деген дүние ең тиімді нұсқа. Себебі мысал ретінде көрейікші, 8 жауап тұр, оның ішінен сіз, яғни осы жауап толығымен дұрыс емес және толығымен дұрыс деген жауаптарды белгілеу арқылы, яғни әуелі егер де 100% сенімді болсаңыз дұрыс жауапты мұны алғаш рет белгілеп қойыңыз, және қалғандар мынау дұрыс емес дегендердің бәрін кетіріп тастаңыз, ары қарай енді бір күмәнді бір-екі жауап қалған кезде екі дұрыс жауап белгілеу деген секілді лайфхакты қолдансаңыздар болады. Мысал ретінде енді жалпы сабақтан тыс уақытта көрсек көрейін, осы сұрақтың жауабын тауып болғаннан кейін Сарыарқа тау жүйесіне жатады. Біріншісі Шыңғыстау. Енді Шыңғыстауды қарайық. Шыңғыстау бізде Сарыарқаның шығыс бөлігінде тау жотасы солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай созылған дейді. Демек, ол бізде дұрыс жауап екен, иә. Одан кейін кеттік. Біршоғыр ол бізде елді мекен, Ақтөбе облысы Шалқар ауданындағы ауыл, Ақтөбе облысы Шалқар ауданында орналасқан шипажай, Ақтөбе облысы Шалқар ауданындағы тау дейді. Демек, Шалқар ауданындағы тау деген жауап бізге көбірек келеді. Демек, бұл жерде Біршоғыр ол бізде Ақтөбеде орналасқан, яғни Сарыарқада емес. Одан кейін Қаратау. Қаратау жотасы Тянь-Шаньда екен, яғни түсінікті, Сарыарқада емес екен. Тянь-Шань тау жүйесінің солтүстік батысында орналасқан тау жотасы. Демек, жауаптан сызып тастай береміз. Одан кейін Қызыларай. Қызыларай бізде Сарыарқаның ұсақ шоқыл тауларының шығысында тау тізбектері, яғни ең биік жері Ақсоран тауы дейді. Демек, ол бізде Сарыарқада екен, иә. Кеттік. Қарқаралы. Қарқаралы таулар ол бізде Сарыарқаның шығысындағы таулы орманды алқап, яғни Қазақстанда ең әдемі жерлердің бірі, иә. Демек, Қарқаралы сосын тарихта Қарқаралы петициясы дейтін нәрсе бар. Одан кейін Қалба жотасы. Қалба енді негізі 3 жауап толып қойдық қой, демек қалғандары бүкіл жауап ретінде келмейді. Қалба жотасы Алтай тау жүйесінің оңтүстік батысында орналасқан тау, демек Алтай тауында орналасқан екен, иә. Одан кейін Үлкен Боқтай ол бізде Мұғалдар тауының орта тұсындағы тау, және де ең биік жері 657 метр. Торғай үстірті дегеніміз батысында оңтүстік Оралмен, Мұғалдар тауымен және Сарыарқамен шектесетін жазықты аймақ. Бұл Сарыарқаға тиесілі емес, Сарыарқамен шектеседі, иә. Демек, жауаптан сызып тастай берейік. Ал енді кеттік, мына неден талдап көрейікші. Мысал ретінде қарайық. Сіз осы сұрақты оқыдыңыз. 24-ші сұрақ. Сарыарқа тау жүйесіне жатады дедіңіз. Енді сіз нақты біліпсіз Торғай үстірті емес екенін. Себебі Торғай ол бізде Қостанай жерлерінде шамамен, иә. Ал Сарыарқа бізде орталықта. Картадан қарайтын болсаңыздар. Одан кейін ойланып отырдыңыз да, Қаратаудың Тянь-Шаньда екенін білеміз, иә. Бұл тоже танымал дүние ғой, яғни географияда өте көп кездесетін. Одан кейін Қалба жотасы көп кетті, Алтай тауы деп, иә. Одан кейін Үлкен Боқтай ол бізде Мұғалжар тауының ең биік шыңы деген нәрсені жаттадыңыз. Демек, өзі 3 жауабыңыз кетті. Қызыларай деген ол біз Сарыарқа тауының ең биік шыңы дейтін нәрсені бұған дейін оқу керек болғансыздар, мысалы осыны білесіз өзіңіз. Д жауабын белгіледіңіз. Одан кейін тек қана бұл жерде Біршоғыр деген жауап белгісіз болып тұр. Және Қарқаралы мен Шыңғыстау туралы мәліметіңіз бар, яғни бұлар тоже орталықта екенін белгілі деп алып қарайық. Кемінде жақсы. Қарқаралыны білмедіңіз, алайда Шыңғыстауды Сарыарқа тау жүйесіне жататыны туралы білдіңіз делік. Жақсы. Дәл осылай, мына екі нұсқа сізге күмәнді болды, яғни белгілемей қойғаныңыз абзалырақ, себебі егер де Біршоғыр десеңіз, жауабыңыз күйіп кетеді. Яғни мысал ретінде А мен Д жауабын белгілеп қойдыңыз делік. Дәл осы уақытта сіз кемінде 1 балл аласыз, яғни 2 балдың 1 балын жинайсыз. Неліктен? Себебі 3 дұрыс жауаптың 2 дұрыс жауабын тапқандықтан. Ал егер де Қарқаралы емес Біршоғыр деп белгілеп жіберсеңіз, яғни
қате жауап В деп белгілеп жіберсеңіз, А және Д жауаптар дұрыс болғанымен, В дұрыс емес болғаннан кейін, бұл сіздің 1 баллыңызды алып кетеді. Сіз онсыз да 1 балл жинап тұр едіңіз, осымен В сіздің 1 баллыңызды алып кетіп, яғни жауабыңыз 0 болып қалады. Демек, ең дұрысы, осындай бір логикамен шешу, барынша тырысу. Сарыарқа туралы кішкене мәлімет беріп жіберейік, сонымен аяқтаймыз. Сарыарқа Қазақстан ірі физикалық географиялық табиғи аймақтарының бірі, яғни Қазақстанның орталығында орналасқан. Ақмола облысының жері толықтай, онымен қоса Торғай, Семей, Павлодар облысының біраз жері кіреді. Жалпы енді Шыңғыстау деген соң айттық қой, Абайдың дүниеге келген жері айтпақшы, білесіздер, осы жақында ғана Абай күні болған болатын. Жалпы Сарыарқаның екінші атауы қазақтың ұсақ шоқысы деп те аталады, орталық Қазақстан ұсақ шоқысы, батыстан шығысқа дейінгі ұзындығы 1200, ал оңтүстіктен солтүстікке дейін 950 километрді құрайды. Яғни шығыс жағы Қарқаралы таулары, ал одан кейін Шыңғыстау жоталары, ең биік жері Ақсораң тауы дейді. Көріп тұрғандарыңыздай, осылай негізгі мәліметтерді келтірдік. Жалпы енді сұрақтың тікелей жауабы Шыңғыстау, Қызылары және Қарқаралы дұрыс жауаптар болады негізі. Мана басында көрсеткендей. Егер сұрақтар болса, комментарий жазыңыздар, немесе описанияда бүкіл данылар келтірілген. Одан бөлек лайк басып кетсеңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, және бізге де арнаның дамуына барынша үлес қосыңыздар. Жақсы, рахмет.